ет асқанда үнемі қамырларыңыз жыртылып, езіліп кете ма? Онда дәл осы мен жасаған әдіспен жасасаңыздар, қамырларыңыз жылтырап, езілмей күшті болып шығады. Алдымен етіміз қайнап шыққаннан кейін пісуіне 1,5 сағат қалғанда осылай сорпасын сүзіп алып, суығаннан соң үстіне бір жұмыртқамызды қосып, ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, қамыр илейміз. Яғни біздің бешбармақтың қамыры суға емес, осы сорпаға илейтін боласыздар. Сол кезде жылтырап, ерекше дәмді болып шығады. Пакетке орап, кемінде жарты сағатқа қалдырамыз. Осылай июі қанып шыққаннан кейін бірнеше бөліктерге бөліп алып, ұнымызды сеуіп, оқтаудың ортасына күш түсірмейміз. Екі жағына кішкене ғана күшіміз түсіріп, осылай жайып шығамыз. Жан жағы қалың болып кетсе, осылай ұнды сеуіп, дәл осылай орап аламыз да, осылай жаямыз. Сол кезде бір тегіс болып әдемі жайылады. Осындай міндетті түрде естеріңізде сақтап алыңыздар. Лайфхак деймін. Енді білетін болсаңыздар, пожалуйста, үндемей өтіңіздерші. Білем деп қазір комментарийді шулатады ғой. Сөйтіп біздің қамырларымызды қайнап тұрған сорпамызға осылай пісіріп аласыздар да, біздің қамырларымыз дайын, осылай әдемі болып жылтырап шығады ғой. И дәмі де өте дәмді. Сіздер қалай жасайсыздар? Өз әдістеріңізбен комментарийға бөлісе кетіңіз.